Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Амансыңдар ма? Так, бүгінгі сабағымыз балалар үшінші сабағымыз болады. Бұл әмпір күші деп аталады. Әмпір күші. Әмпір күші деп. Вот осылай тақырып қоямыз. Әмпір күші. Бүйтіп жазып қоюға болады. Әмпір күші. Күш екен ол, иә? Но күш болса да, бірақ магнитке байланысты бірдеме болып тұр, иә балалар? Сондықтан бүйтіп айтады жаңа. Магнит өрісіне енгізілген тоғы бар өткізгішке күш әсер етеді. Ол күш әмпір күш деп аталады. Магнит өрісіне енгізілген тоғы бар өткізгішке күш әсер етеді. Ол күш әмпір күші деп аталады. От кітаптан міне бір суретті көрсек балалар, иә, міне бері қараймыз да. Міне бір суретке қарасақ, бұл бірінші суретіне қарап көрейік, да. Міне магнит тұр. Магниттің таға тәрізді магнит деп. Мына жағы N солтүстік бөлісі, мына оңтүстік бөлісі, да. Солтүстік бөлісі, оңтүстік бөлісі. Сосын оның ішіне бір біткен сым әкелген міне. Но бүйтіп, чтобы удобно, ыңғайлы болғандай, бұлай сымды иіп алып келген. Мыс сым деп есептейік осы сымды, иә? Осы сымды осылай қойып қойсақ, егер мынаның бойына жаңағы тоқ бермесек сымға, онда сым қалай қойдың, сол жерде тұра береді ол, бірақ кеңістікте ұстап тұрмыз ғана жерде, кеңістікте ұстап тұрмыз. Ал егер как только осы сымның бойымен тоқ жіберсек, мысалы, тұрақты тоқ жіберсек, мысалы, мына жағы тоқ көзінің плюсіне, мына жағы минусіне қоссаң, мына сым кәдімгідей былай қарай қозғалады екен. Мына магниттің ішіне сым өзінен өзі былай қарай қозғалады. То есть осы кезде әмпір күші әсер етеді екен. Әсер ететін күшті осы кезде әмпір күші деп атайды. Но енді мына суреттен екінші көрсете кетейін, бот жаңа қазір соңында жазамыз, сол қалай анықталатын. Әмпір күшінің бағытын сол қол ережесі бойынша анықтайды. Мынау міне сол қолымыз, да? Сол қолымыз. Біз қолды былай жаздық қой міне. Алақан үстіне қарап тұрады. Сол қолымыз. Сонда осы сол қолдың несіне бойынша, вот индукция векторы алақанға кіріп тұрады міне. Бұны көрдіңдер, иә? Индукция векторы алақанға кіреді. Алақанға кіреді. То есть сенің қолыңның үстінде магниттің N полюсі, қолдың астында магниттің S полюсі бар деңіз. Өйткені N-нен S-ке қарай бағыттырады ғой. Осы кезде бітіп жазуды тұрған 4 саусақ, ол жаңағы сымның бойымен жүрген тоқтың бағытын көрсетеді мынау. Осы кезде жазылып 90 градусқа жазылып тұрған бас бармақ, ол әмпір күшінің бағытын көрсетеді екен, иә? Осылай түсіндік қой бұны, иә? Енді давайте попробуем осыны жаңағы етіп көрейік, да? Сонда бірінші бұл анықтамасын жаңа жаздық. Енді әмпір күшінің шамасы ол неменеге тең болады дегенде F әмпір күші. Бұны әмпір күші деп қояқ, да? Әмпір күші. Әмпір күшінің шамасын анықтайтын формула. Ол бірінші жаңа тоқ күші, магнит индукциясы, өткізгіштің ұзындығы көбейтілген синус альфа. Дельта L дегеніміз жаңағы магниттің ішіне кіріп тұрған ұзындығы, ішінде тұрған. Әйтпесе сыртында тұрған ұзындық емес балалар. Ал альфа деген бұрыш. Альфа ол бұрыш, неменің арасындағы бұрыш. Тоқ күші мен индукция векторы екеуінің арасындағы бұрыш дейміз. Осылай анықтаймыз. Уақытымыз жетіп жатса бір есеп шығарып көрсетемін, да? Ал енді жаңағы сол қолды қалай қарай ұстайтынымыз түсінікті болды ғой. Сонда бағытын сол қол ережесін жазып қояйық. Сол қол ережесі. Сол қол ережесі. Ол бірінші. Так, индукция векторы алақанға кіреді. Алақанға кіреді. 4 саусақ тоқтың бағытын көрсетеді. И 4 саусақ. Естественно, жазуды тұрған 4 саусақ. Осы кездегі бас бармақ әмпір күшінің бағытын көрсетеді екен. Әмпір күш. Әмпір күші. Мысалы, енді бір мысал жазып көрейік. Мысал, иә? Мына жерде жаңа магниттің оңтүстік полюсі бар. Мына жерде
солтүстік бөлгісі бар деп есептейген. Индукция вектор былай қарай бағытталамыз, едінен еске қарай да. Сосын мына жерде бір өткізгіш бар деп есептейік. Тоқ бізге қарап келе жатыр, міне көрдің бе? Тоқ бізге қарап келе жатыр. То есть біз қолды қалай ұстаймыз, міне. Қолды былай ұстаймыз, иә? Өздерің ұстап көресіңдер, алақанға қарайды тұрысы. Сол кезде баспармақ, видимо, менікі егер дұрыс болса, баспармақ былай қарайды екен. Әмпір күшінің бағыты осылай қарай бағытталады дейміз. Осылай қарай анықтайды әмпір күшінің бағытында. Несін айттым. Енді былай қарай бір сөйлем жазып қойыңдар. Әмпір күшіне негізделіп, электр қозғалтқыш жасалынған. Әмпір күшіне негізделіп, электр қозғалтқыш жасалынған. То есть әмпір күші негізделіп, электродвигатель деп айтасыңдар қазір соң. Электродвигатель деп жазып қояйыншы, двигатель. Осы жасалынған. Электродвигатель дегеніміз қайсы? Шаң сорғыш, сақал қыратын машина, электрический мясорубка, вентилятор, электромотор, насос, осылардың барлығында айналып тұратын нәрсе, жаңа электродвигатель деген сол. Сол жаңағы әмпір күшіне негізделіп істелінген екен. Оны бір келесі сабақтарда көрсетемін, жарай ма? Қазір бір есепті давайте шығарып көрейік. Не жерде міне бірінші есепті бейтеді. Ұзындығы 1 сантиметр түзу өткізгіш арқылы индукциясы 0,1 Тесла магнит өрісінде 1,5 ампер тоқ өтеді. Магнит өрісінің күш сызықтары өткізгіш өсіне параллель болса, өткізгішке әсер ететін күшті тағымдар деген осындай есеп екен. Осы есепті шығарып көрейік. Давайте. Бұл бізде жаңағы бірінші есеп, да? Бірінші есеп. Бізге берілген, өткізгіштің ұзындығы берілген. То есть дельта L 1 сантиметр. Сосын кейін индукция векторы берілген. В тең болады 0,1 Тесла. Сосын кейін тоқ күшінің шамасы берілген. И тең болады. Тоқ күшінің шамасы 1,5 ампер. Сосын кейін магнит өрісінің күш сызықтары өткізгіш өсіне параллель дейді. То есть бұмен не екеуі бір-біріне параллель екен. То есть альфа деген бұрыш бізде нешеге тең? 0-ға тең. Осылай болатын болса, бізге айтады жаңағы әмпір күшінің шамасын тапты. Есептің жауабын торай жазуға да болады, бірақ біз оны неметіп көрейік, да? Бірінші қайтеміз, әмпір күшінің формуласын жазамыз. И көбейтілген В, көбейтілген дельта L, көбейтілген синус альфаны. Орнына сандық мәндерін қоямыз. И тең болады 1,5-ге тең. Индукция вектор 0,1-ге тең. Ұзындығы 1 сантиметр десе, оның минус 2 дәрежесі метрге тең. Но синус 0 градус. Синус 0 градус біз білеміз нешеге тең болады? 0-ға тең болады. Олай болатын болса, бұл есебіміздің жауабы 0 екен. То есть бұл өткізгішке әмпір күш әсер етпейді. Бір сөзбен айтқанда өткізгіш орында қозғалмай тұрады екен. Солай ма? Ал екінші бір есебін көрейік. Давайте былай істейік. Осы екінші, үшінші есептерін, да? Мұна оқулықтікі, балалар, оқулықтың мен бетінде көрсетіп қояйын, да? Оқулықтың 133 беті, оқулықтың 133 бетіндегі, давайте осындағы екінші және үшінші есептерді шығарып қойыңдар. Жарай ма? Екінші және үшінші есептерді. Сондықтан мен жазып қоям үйге. Жаңағы 3 сабақты оқу керек. 3 сабақты оқу. Өйткені келесі жол есептер шығарамыз. Екінші жаңа бір оңай есепті шығарып көріңдер. Оқулық 133 бет. 133 беттегі жаттығудың екінші және үшінші есебі. Жаттығудың екінші
және үшінші есептерін шығару. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті, балалар. Назар қойып тыңдағандарыңа көп рахмет. Сау, саламат болыңдар.